Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 167-ші сабақ математика 3-ші сынып өтетін боламыз. Қорытындылау. Қара тәуелсіздік күні. Бұл үшін біз мына қыздың тапсырмасын оқиық. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттік егемендігі туралы заң қабылданды. Көрдіңіздер ме? 16 желтоқсанда екен. Енді бірінші есептерді шығар дейді. Мен осы есептерді арналы оқып алдым. Сіздер оқып алыңыздар. Ал онда біз бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырмада мен 21 мамыр деп қойдым. Өйткені бізде 21 мамыр болады. Сондықтан 21 мамыр деп жаздым. Ал қазіргі 21 мамырда көріп жатқан балалар күндерді естіп жаза берсеңіздер болады. Міне оқушылар асын жазып алыңыздар. Сіздерге түсіндіріп кетейін, түсінбесеңіздер. Міне бұл жерде түсінетін жерлері, түсінбейтін жерлері бар шығар. Кейбір кезде жазуымды білмейтін шығарсыздар. Барлығы 84. Бастауыш сынып оқушылары 4-тен 1 бөлігі. Орта буын оқушылары белгісі 16-ға артық. Жоғары сынып оқушылары белгісіз. Шешімі 84 бөлу 4-тен 21. Бұл бізде 21 шықты, е. Енді 21-ден 21-ге қосамыз 16, сонда 37 шықты. 84 азайту 37, тең 47 жауабы 47 оқушы қатысты. Оқушы жоғары сынып оқушылар 47 оқушы қатысты. Ал енді әсін оқыдым мен, сіздер оқып алыңыздар. Онда біз әсіне кетейік. Әсінде былай жазамыз. Облыс мектепте 96 оқушы қатысты. Қала мектебінде белгісіз оқушы үш есе артық. Қалаға қарағанда барлығы белгісіз оқушы қатысты. Шешуіне 96 бөлу 3-тен 32. 96-ға 32-ні қосақ 128 шықты, е. Жауабына барлығы 128 оқушы қатысты дейміз. Мен жазып алыңыздар, асы мен әсін. Ал енді екінші тапсырмаға қарайық. Екінші тапсырмада бізде мынандай фигура беріліп тұр. Бұл бізде сіздерге алдын ала бір есептерді көрсеткенде ол сызықты жаттап алыңыздар дегенмін. Сіздер жаттап алғанда бұларды орнына етеріңіз практикалық жұмыс екен. Ал енді біз практикалық жұмысты өтетін боламыз. Берілген жиын элементтерін өзін анықтаған қасиеттер бойынша екі ішкі жиын түрі. Әрбір жиынға атау бер және элементтерді жаз дейді. Тапсырманы қима қағаздармен ойнайды. Баламен қима қағаздармен ойнамаймыз. Бұл жерге бізде шеңбер берілген. Мен сіздерге көрсетемін. Міне жазып алыңыздар. Міне мен мына жерде А тең осылай жазбын. Даже бұл жерге С әрпіті, бірақ ағай өздеріңіз жалғастырыңыз. Ал енді үшінші тапсырмаға қарайық. Үшінші тапсырмада есепті шығар дейді. Мереке кезінде әуеге 190 жасыл от шашу, одан 110 артық қызыл от шашу жіберілді. Әуеге неше от шашу жіберілді. Сіздер қалай ойланасыздар? Балалар камераға түсір дейінші. Кішкене дұрыс көрінбейді. Міне. Өздеріңіз оқысаңыздар болады. Қазір үшінші тапсырманы көрсетейін. Үшінші тапсырманы былай жазамыз. Жасыл 190. Сіздер қаламмен көрсетемін. Бұл бір қолына камерамен ұстаған қиын екен балалар. Міне. Жасыл 190, қызыл 110. Нарған қарағанда жасылға 110 артық, белгісіз артық. Барлығы белгісіз. Шешімде 190-ға 110-ды қоссақ 300-ді 300 артық. 300-ге 190-ды қоссақ мынандай сан шығады 490. Жауабы 490 от шашу. Ал енді номер 4-ші тапсырмаға қарайық. Балалар мына жерде мысалы бұл балаға ат қойсақ болады. Мысалы Азамат.
азамат бізге бұл жерде тапсырма берілді. Тәуелсіздік алған елдің ең бірінші айрықша белгісі ұлттық валютасы ұлттық теңге 1993 жылы 5 қараша күні енгізілді дейді. Көрдіңіздер ме? Осы кітаптар үшін уже 2 ақбет қалды балалар, 168 мен 169. Және де балалар оқушылар осының авторларын және сіздердің бос уақыттарыңыз осы есептерді шығарсаңыздар болады. Міне 4-ші тапсырманы есепте дейді. 3-тен 2 деп тұр ғой, балалар. 10-нан 2 дейді бізге. Бұл жерде сіздер бұнда есептерді бақылау жұмыстан естіген шығарсыздар. Көбісі біледі, көбісі білмейді екен, мұғалімдер бермес. 3-ке 2 болса, 3 көбейтеміз 3-ке. Сонда бізде 9 шығады. Оңа оны көбейтіп 100 шығады. Сондай. Міне 4-ші тапсырмады мен жазғанмын. 4-ші тапсырмада осылай жазасыздар, оқушылар. Міне жаңағы 3-ке 2, 10-нан 2 деген сияқты. Көрдіңіздер ме? Сіздер бұл жерлерге қанша шығаттарыңызды жазсаңыздар болады. 5-ші тапсырмаға қарайық. 5-ші тапсырмада көрсетілген соманы жинау үшін қандай қағаз ақша мен монеталарды алу қажет? Өрнектер жас. Бірнеше мысалы 887 теңге қосу үшін мен 500 200 алам, сосын 50, 20, 100, 15, 2 алар едім. Сонда біз 887. Ал сіздер осылай өздеріңіз қарастырсаңыз болады. Бірақ түсінбейтін балалар бар. Міне, оқушылар жазыңыздар. Міне көрдіңіздер ме? Ал енді номер 6-шы тапсырмаға қарайық. Бұл бізде топтық жұмыс. 6-шы тапсырмада өрнектер бойынша мен балаларды жаттап қойғанмын. Сондықтан сіздерде жаттасаңыздар болады. 6-шы тапсырмада өрнектер бойынша есептер құрастыр дейді. Міне, мысалы мынаған былай жазсақ болады. Блокнот 215 теңгеден 5 дана сияқты. Бірақ бұл жерде бізде 2 өрнек берілген, соған жазсамыз. Үйде есеп шығарып үйреніңіздер. Міне, осылай жазыңыздар. Ал енді әсін былай жазым мен. Оқушылар, бүгінгі сіздерге тапсырма түсінікті ме? Ал үйге тапсырма мен 8 бен 9-ды берген. 9 ол бізде зерттені өзіміз құрастырсаңыздар болады. Үйлеріңде аға әпкелері қолдан болса жазсаңыздар болады. Ama шеңберлерін жазса бұл ауызша екен. Ауызшады жазсаңыздар. Ал 7-ші тапсырманы сіздерге үй жұмыс деп саналайым. Мен оқушыларға мысалы мынаны мен мынаны және бергенмін. Ал сіздер мұғалімдеріңізді білмеймін. Өйткені сіздер мұғалімдеріңіз басқа. Міне, осылай бүгін назарларыңызға рахмет осы есептерге. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, сау болыңыздар. Түсінбеген болсаңыздар, видеоны қайталай көрсеңіздер болады. Сау болыңыздар.